Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Далада тұрмыз, Рудный қаласы. Аман есен жеттік. Ертең жұма күні Рудныйда кездесуге дайынмын. Жергілікті қазақтар осы бейненің астында телефон жазам, хабарласыңдар. Бұл қалаға келген мақсатымыз. Бұл жерде бірталай 80-ден 200-дей көше бар. Соның 20-сы ғана қазақ тілінде, оның 20-сының көбісі, 15-і қаланың сыртқы жағында кішігірім сондай осы Рудный агломерациясына жататын осы жергілікті ауыл аумақтар Рудныйға кіреді, бірақ селолық ауданы ретінде. Қаланың өзінде қазақ көшелері мүлде аз. Амангелді бар, Бейімбет Майлин бар, Абай бар енді әрине. Сол қаланың көшелерінің атауын өзгертуге кім қатысады, үлес қосамын десе хабарласыңдар. Рудныйда ертең кездесейік. Ертең күні бойы осы қалада болам. Бүгін де осындамын, бірақ бүгін кездесуге енді мүмкіндік болмайды. Бүгін енді қолымыз бос емес. Әкімшілігіне кіріп шықтық. Рудныйдың жергілікті билігімен кездесіп, жалпы тіл табысқан сияқтымыз. Өйткені ол мемлекеттік жағдай ғой, біздің ғана талабым емес. Оны билікті жалпы қолдайды, бірақ не істерін, қалай не деп бастайтынын білмейді. Соны біз бастап берейік, өзіміз астынан халық болып. Айтайын дегенім осы, амандықта жүрсек, Рудныйдағылар байланысыңдар.